Кеш жарық достар, кеш жарық жайдарман сүйер қауым. Бүгін республикалық жоғары лиганың ширек финалдарын бастаймыз. Өткен сайыстарда суырылып шыққан командалар бұл жолда көрерменді күлкі мен шаттыққа бөлуге дайын. Ендеше біз жайдарманды бастаймыз. Маусым басталғанда 24 команда жоғары лигаға жолдама алған болатын. Бүгінгі ширек финалға сол 8-ден 1 финалдық бәсекеден жолдама алған 18 команданың өзара сайысын тамашалауға дайынбыз. Олай болса, бірінші топта өнер көрсететін командаларды сіздердің ерекше бір қошеметтеріңізбен ортаға шақырсақ. Өткен сайыстарда Қазан алқасының шешімімен ширек финалға жолдама алған команда Семей мемлекеттік медицина университеті Медунивер Семей. Биылғы маусымда ерекше үміт күтетін команда Ақтөбе көлік және коммуникациялар колледжі Экспресс Ақтөбе. Жоғары лига жайдарман сайыстарының биылғы жылғы жалғыз гүлдері. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті тек қана қыздар Алматы. Авиценна медицина колледжі Шымкент қаласы Авиценна командасы. Және бір республикалық жоғары лига командаларының ішіндегі тәжірибелі топтардың бірі Каспий мемлекеттік технологиялар және инженерлік университеті Барыстар Ақтау. Әлемді Қазан алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Қазақстан КВН одағының бас редакторы Елжанов Рүстем. Ақын Айбекқалиев. Қазан алқасының төрағасы Қазақстан ұлттық телеарнасы төрайымының орынбасары Мәди Манатбек. Ақын Қалқаман Сарин. Марат Достаев. Бүгінгі сайысымыздың жалпы тақырыбы ел ертеңі жастар және 3 сайыстан тұрады. Бүгінгі сайысымыз сәлемдесу, жамбату және көрініс. Іске сәт. Жоғары лигада ширек финалдық сайыстар 3 топқа бөлінген. Бүгін бірінші топты тамашалайсыздар. Сәлемдесу, ортада Барыстар Ақтау. Жас келсе іске. Арыстандай айбатты, жол барыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, мағжан адам айтқандай, мен жастегі жастарда. Астана. Әп дегеннен тақырыпты ашып тұр. Қараш, термедегі сөздерді айтшы. Ел ертеңі жастарда деп қояды. Әй, сөз емес, тіпті рең басымызбен тақырыпты ашып тұр. О, жас келсе іске дейді, жастардың қателігі. Одан сайын ашып атық тақырыпты. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Маңғыстаулық айтыскер ақын Меліс Қосынбаев өзінің әріптесі Айбекқалиевке былай дейді. Шап! Ей, айтыста отыру үшін шай сораптап.
Ай, жайдарманда отырсың тас сайыртап. Өйді. Ай, не ішсең де өзің біл, Айбегінім дайын отыр барыстарға бесің тұстап. Дәулет, алдыңғы ойындарда әділ қазыларға бесіңді көтер деген ұйқастар болған жоқ бет. Абылай, ақындарға тақыры өзгерт тұрса болды, ұйқас сол қалпында қала береді. Олай болса, құрметті көрермендер, ойынымызды тақырыпқа сай бастаймыз. Іске сәт! Ол сен емес, ол сен емес. Театр. Театрда жалғыз ғана әртіс. Кезекті бір қойылымда. Мен қарулы күштердің қатарына ене отырып, батырлар шабуылға! Ол сен емес, ол сен емес. Сүйініші болған әркез. Ол сен емес, ол сен емес. Ешкімнен қорықпайтын жау жүрек батыр келін өзінің ата енесін шайға шақыруда. Жұмахан Лиза, шайға! Ол сен емес, ол сен емес. Сүйініші болған әркез. Ол сен емес, ол сен емес. Тазалықты жаны сүйетін әкім бір ауылда тексерісте. Ал енді әкім мына өзіңіз көріп тұрғандай, мына енді жалпына жерлердің мәселесі бойынша. Құдай-ау, анау не тырнақ алынбаған? 5 тырнақ алғыш өзіне. Басеке, сосын аларым енді. Ол ештеңе емес, мына егістік алып. Құдай-ау, анау не қолдың кірі? Бер қыманды жусын. Көрінбейтін қыман, бер. Ал енді басеке, оны жуамыз енді. Мына жерде мына аурухана. Құдай-ау, қыманның сыртіне лас-лас берші өзіне жуып кетсін. Құдай-ау, мына тырнақ алынбаған не? Берші тырнақ алғыш өзіне. Сенеден сүйген сәулем, көңілім күнде алсаумен, өтермес солай жастық дәуре. Химчистка, яғни киім тазалау, ол ауылдан шыққан. Сонымен көреміз екі апамыздың әңгімесі. Құдай, ана Мараттың баласы үйленіпті ғой. Ай, қасқа тойына бардың. Барған жақын біз. Қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлы. Мәди Манатбек ағамыз көшеде. Сол жаңағы айтып отқан әңгіме. Ассалаумағалейкум әке. Мынау кім? Кеше жайдарманда жігіт қой. Ол сен емес, ол сен емес. Сүйініші болған әркез. Ол сен емес, ол сен емес. Ешкімді көре алмайтын апамыздың тойда шашуы. Сенеден сүйген сәулем, көңілім күнде алсаумен, өтермес солай жастық дәурен. Сенеден сүйген сәулем, Әлемге әйгілі Oriflame, Mary Kay, Avon секілді косметикалық бұйымдар болмаған кезде көшеде мынандай жағдайлар орын алар еді. Ассалаумағалейкум. ол сен емес, ол сен емес. Сүйініші болған әркез. Ол сен емес. Ұрлыққа сүйіндеп тұрған батыр. Не қыл дейсің? Ұрлыққа сүйіндеп тұрған батыр. Ал енді шемішкі шағып тұрған батыр. Не қыл дейсің? Шемішкі шағып тұрған батыр. Ал енді олимпиадаға дайындалып жатқан батыр. Не қыл дейсің? Олимпиадаға дайындалып жатқан батыр. Өтермес солай жастық дәурен. Ауруханада болған жағдай. Дәрігер, балам қалай? Сабыр сақтаңыздар ата-ана, сабыр сақтаңыздар. Балаңыздың жағдайы онша мәз емес. Бәріне де дайын болыңыздар, балаңыз үйленем деп жатыр. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлы. Арманы талаймын. Құрметті көрермендер, ойынымыздың соңын ата енесін жақсы көретін келіннің өлеңімен аяқтаймыз. Атамды да жақсы көрем, енемді де дәл осылай, жақсы келін болып өсем, жамандарға қосылмай. Кәсіп баратын қажы тағызбақ, жағалауда қауымға жайнаған, Маңғыстаудың тұрғындарын айтқаншы, кәсібімде мұнайына жолығған. Сенеден сүйген сәулем, көңілім күнде алсаумен, өтермес. Барыстар командасы Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженерлік университетінің ректоры Әбдімүтәліп Әбжапарұлына алғыстарын айтады. Сәлемдесу. Енді шығыстан келген сәлемдесуге кезек береміз. Медунивер Семей.
тоңып кеткен астаналықтар. Жайдарманда жастарым бас қосады, жастарым бас қосады, жаңа жұлдыздар дәл осында жанады. Жайдарманда армандар орындалады, сенде арманда, арманда. Облыс болуды армандап жүрген семейліктер тағы да астанада. Айтпақшы астаналықтар, биыл көктем кеш емес уақытында кеп мына өлең хит болып отыр екен ғой. Маса, маса, Астанада көп маса. Ай, жатыр, жатыр, ай, жатыр, жатыр. Ал ойынның басын біз Ерлан Малаевтың КВН-да жиі істейтін қимылмен бастағымыз келіп тұр. Дәл осы қимыл бірақ сөзімен. Сонымен қыздар жағалауда жай жүрмейді, олар әрине жігіт іздеп жүреді. Қарындас, сағат неше болды? 8:30. Үйге қонақтар келген кезде кішкентай балалар қобал. Сонымен дастархан басында. Ана мен жасаған торттан ауыз тисеңші, күнде қонақ демейсің ғой. Күнде Мама, шақ. кәмпит пиш. Шай іші. Мама, кәмпит пиш. Қашан қайтам, қонақтар келгенде дастархан басына келмеді, ба? Қашан қайтам? Түк көрмеген сақсыздар, елмен жағаласып. Әгүл, мен сенімен келісем ғой, бірақ мен баламды неге ұрдың? 21 ғасырда бар қаржы пирамидалары бұрынғы заманда да болыпты. Сонымен хан ордасында болған оқиға. Дат тақсыр. Датын болса айт, батыр. Хан, былай ғой. Жаңадан компания ашылыпты. Қандай компания? Қойдет деген компания. Қойнет. Оның бір қызығы бар екен. 100-тен қой бересіз. Бір шапан аласыз. Сосын артынан 2 адам кіргізесіз. Сосын сізге апта сайын үй қойдан түсіп отырады екен. Ондай болса, бәрі кіре бермей ме бұған? Жоқ, хан, біз бұған жақындарды, туыстарды ғана тартамыз. Әйтпесе бүкіл жауынгерлерді кіргізіп алмаймыз ба? Әй, бұған сену қиынырақ болып тұр. Енді сенсеңіз кіріңіз, сенбесеңіз кірмеңіз. Маған бәрібір мен өз елу қойымды алып жатырмын. Біздің келесі әзіл Қазақстан футбол құрамасының ойыны сияқты өте күлкілі. Бір-бірін қатты қызғанатын таксистер. Кенесары, Иманова, победа! Қарағанды, Шымкент, Тараз. Англия, Шотландия, Ирландия. Меркурий, Сатурн, Плутон. Тойға ерте барып, кеш қайтқан отбасы. Балалар жатты ма? Жатты, әке, жатты. Кейбіреулеріңіз білесіздер, кейбіреулеріңіз білмейсіздер, бірақ Семей қаласының әкімі Айбек Кәрімов. Жаңадан ән шықса, барлығы соны ұялы телефонына әуен ретінде қойып қояды. Сонымен депутаттардың жиналысы. Қоқыс туралы заң қабылдаған дұрыс болды. Астана таптаза болды. Every day I'm shuffling. Алло, мен жиналыстан сол хабарласайын. Соттыңызды өшіріп тастасаңыз. Түкіру туралы заң. Соны айтам, сол дұрыс болды. Жақсы. Ана бір одан кейін Every day I'm shuffling. Мен жиналысты өтім сосын. Өшіріп отырайықшы, өшіріп. одан кейін ана, нені айтам? Every day shuffling. Алло! Путин таққа отырып, Медведев кабинетін тапсыруда. Владимир Владимирович, мынау енді сіздің кабинетіңіз, мынау отыратын орындығыңыз, мынау үстеліңіз, мына жерде хатшысы отырады. Не түсіндіріп жатырмын, білесіз ғой сіз. Құтты болсын ал. Мынау сіздің кабинетіңіздің кілті. Дмитрий Анатольевич, мынау сіздің кабинетіңіздің кілті. Жарай. Үйде өнің болған жақсы, бірақ сол өніңнің кейбір жағымсыз жақтары болады. Мам, пап, мен кеттім. Дуталай кеттім мен, е? Жасылан, сен қайда кеттің? Қайда кеттің? Мен қазір қыздарға барып келем, сосын Мен де барайыншы.
Жоқ, қалшы мен қазір. Мен маған бәрібір бара берем, артынан бара берем. Мен үлкен қыздарға бара жаттым. Бара берем, маған бәрібір. Бар енді, бар ал, мен үйде қалам. Ойнаймын. Үйінде бара берем. Қайда бара жатсың мен артынан? Барсаң баш, мен қалдым осы. Қайда бара жатсың енді? Жүре бермеш мен артынан сен. Өй, өз кімге тартқансың өз? Жүре бермешті мен артынан, жүре бермеш болды. Мам, не болды? Ана көрші санатты айттам да, артымнан бара береді. Келесі әзілімізді көрген де арманда, көрмеген де арманда. Сонымен Семейдің барлық әкімдері сахнада. Енді барлықтарыңыз, енді рахмет, енді барлықтарыңыз көріп тұрғанда, енді мен осы жылы әкім болғам, осы жыл енді қыс суық болды. Қыс суық болғанда осындай жағдайлар болды енді. Мына жылы мен әкім болдым, біздің жағдайымыз енді су болған жоқ, жағдай осындай болды. Мен әкім болған жылы су көп болды. Жағдай осындай болды. Енді араларымыздан кім сөйлейік? Мен жасым үлкен ғой. 2013 жыл болған. Жамандықты да жақсылықты да төртеумізге бөліп беріңіздер. Мен 2011 жылдан бері әкіммін. Қанша? 1 жыл 2 ай. Рекорд. Ал енді құрметті жаңа әкім, ғұмырың ұзақ болсын. Отырған жеріңе тастай батып судайсың. Мен сияқты Семей облысының әкімі болып жассын. Әумин. Әрқайсымыздың тарихымыз өзінше ерекше. Біз жадымызда қуанышты сәттердің қалғанын ұмытамыз. Бұл сондай оңай. Бұл да оңай. Сенің өміріңдегі маңызды суретті жаса. Қазақстан Республикасы Денсаулық министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Медунивер командасы Семей мемлекеттік медицина университетінің ректоры Рахипбеков Төлебай Қосиябекұлына алғыстарын айтады. Тек қана қыздар, Алматы. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мыналар неге мәз болып тұр деп. Я, біз мәзбіз. Өйткені бізде жаңалық бар. Ол жаңалық біреулеріңізге қайғылы, біреулеріңізге қуанышты болар, бірақ өз басымыз қатты қуандық. Солай ма қыздар? Әрине. Дұрыс айтасың, Жаннұр. Өйткені біздің командадағы аузы жабылмай сөйлей беретін, мына қыздардың ешқайсысына да рөл бермейтін Мереке бүгін тұрмысқа шығып кетті. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Бастайық. Бастасай. Жоқ, қыздар, қалай бастаймыз, кім бастайды? Бұрын бәрін Мереке сөйлейтін ғой. Иә. Итерме. Итерме мені. Жаным, мен сені сүйем ғой. Сүйсен итере бересің ба? Алла, 13-ші этаждан лақтырып жіберген аздай. Білмей қалдық қой. Білмей қалдық. Не болды? Не болды? Неге күресіп жүрсек те үндемейсің осы? Енді ол. Көзіне не деген кеп тұр? Ақыл айтшы маған, не деген кеп тұр? Сен маған ұнамайсың. Қап бәлем, ұсталдың ба? Мен саған сонда ұнамайым ба? Сен маған ұнамайсың, сен анау жайдан... Ұсталдың ба бәлем? Я, ұсталдым. Қат жүгіру деген ұстап алдың ғой менді. Жоқ, сен емес па бізден Мерекені тартып алған? Ойбай, әзілің сәлей қалшықтау сен.
тартып алу мәселесі ма? Иә. Ал, тартып алу мәселесіне келейік енді. Кім тартып алды? Міне сұрақ. Мыналарың мені тартып алды. Кімне тартып алдым, кімне тартып алдым? Сен мені гүлдей. Қайсы қызынан араушан ба? Гүлдей бойдақты кезімнен тартып алғансың сен мені. Жаным, есесіне отбасылық өмірдің есігін ашпадық па? Олай есік ашпаяқта қойғамыз олар ғой мені. Қайда? Үйленгеннен кейін квн қояды дегендер қайда? Не істеп қойыпты біздің мереке? Асқым кетті үйленгеннен кейін. Не істеп қойыпты? Анау әулетіміз жайдарман болып кетті солай мен. Лигаға бөлініп жатыр. Құдай қаласа ертең мектеп лигасы болады. Жаман ба? Ол ештеңе емес. Анау күн нағашыларымыз звондап жатыр. Ақылбек, неге біз жартылай финалға өтпей қалдық деп. Сен нағашыларың ойнамайды ғой, білесің бе? Ойнай алады олар. Ойнамайды. Ойнай алады. Неге ойнай алмайды? Сен нағашыларың, сен менің нағашыларым әзілдерін ұрлап ойнап, плагиатчик. Бәрі ғой ойнай алады ғой. Ойнамайды. Ол ештеңе емес, сен алдындағы сен адамгершілікке жата ма? Жата ма? Мен таңертең ұйықтап жатырмын, ұйқымнан келді де оятты бейт. Жаным тұршы, таңертең бар. Шай ішейікші, таңғы ас ішейікші деп. Тұрдық. Беті қолын жуып, әке шешеме еріп, ас үйге кіріп барсақ, столдың бетінде дым жоқ. Мынауың тұр, шын мәнісіне келсек, бұның бәрі әзіл ғой деп. Адамгершілікке жата ма? Сында не деген кеп тұр сен? Мен ажырасам болды. Уай, жылан бар. Болды, ажырасам бар. Босын. Тоқта. Сен сонда мынандай халқымның көзінше мен абыройым төгіп кетпекшісің ба? Ең болмаса өтірік болса да уайымдап кетсей? Ойбай, сорлы басым. Өзімді бақытты қылатын әйелден айырылдым ау, сорлы басым. Сорлы басым. Мереке саған не болды? Әлияның ескерткіші ұқсап. Бұл еркіндік деген символ. Айналайын, сендер қуаныңдар. Мен сендерге келдім. Өткенде менсіз көрдім ана ойындарыңды. Сол сендердің рейтингтерін көтерейін деп қайтадан келдім. Көрдік қой, ана жездеміз жалынып жалынып. Мынау, маған жалынды, жаным деді. Махаббат мәңгілік, квн мәңгілік емес деді. Мен тыңдаған жоқпын. Мен қызарым аяқта жылап жатыр екен. Мен келмесем болмайды. Халық мен күтіп жатыр екен деп келдім. Көрдік қой, қалай жалынған. Жарайды, көре алмайды да бұл кісілер. Осы жұрттың құрбыларына қызғасын. Қасында мынандай дос қыздары, артынан гүл апарып, ана жақта той думан жүреді. Мыналар мен кеткен күн ертесіне не істеген білесіздер ме? Құран оқып жіберіпті. Ниеттерін түзу болмаған-ау деймін. Қайтып келіп қалдық қой. Қойш, жігіттердің бәрі бірдей. Сол жігіттерге арналған менің таппағым бар. Қандай? Жігіт деген бір түрлі. Себебі олардың бәрі бір түрлі. Бірақ ойланып қарасам, бәрі бір түрлі. Қыздар, мені тыңдаңдар. Қыздар, қандайсыңдар? Жігіттерді алдайсыңдар. Жігіттерде сондайсыңдар, оңбайсыңдар. Неге сендер сондайсыңдар, Жігіт деген доп. Бір терсең жоқ, тепкенен не пайда, бәрі пайда жоқ. Қыздар, мен осы бір нәрсеге таңғаламын да, неге осы жігіттер жамандай бересіңдер? Айтыңдаршы, бәрібір осы жігіттерсіз күніміз жоқ, дұрыс па жігіттер? Мына алдымызда отырған әділқазы алқаларында бір сері жігіттерден құралған емес пе? Мен келесі тақпағымды осы кісілерге арнағым келіп тұр. Жігіт деген азамат, жетістігі ғажап-ақ, бостан босқа жүрген жоқ, қыз жүрегін жаралап, мәртебесін көтерейік, не қыламыз жамандап? Ойбай! Сен барып солардың қасауды шайын өтсайын. Жағымпаздық қанымызда бар қасет. Дұрыс жағынан түсінейік, дұрыс жағынан. Қыздар, осы біз неге қыз басымызбен жігіттермен жармасып, жайдарман ойнаймыз? Неге осы басқа қыздар сияқты, қазақ қызы, қазақ аруы деген сияқты байқауларға қатыспаймыз? Әлде біздің олардан бір жеріміз кем ба? Артық.
Мереке деймін да. Осы сенің тұрмысқа шыққаныңа біраз уақыт болса да үстіңдегі көйлегіңді шеше алмай әлі киіп жүрсің ғой. Прокаттың күні бітсін да. Не болды өзің ақшаң шыққанда қиналдың ғой. Енді жай айта салғаным ғой. Жарайды, мен кеттім. Не үшін? Жездеміз келе жатыр. Сіздерге айттым ғой. Айттым. Келді, ана қара басы ауа кетті. Жаным Мереке. Салиқалы шықты ғой сөзің. Кешір мені. Сен менің өмірімнің мәні екенсің. Айналайын. Мына сөздерді қайдан жаттап алдым, бір эмоция жоқ қой. Сәл берілсей. Мені әкем үйге кіргізбей жатыр деймін ба? Жүрші менімен бірге. Айттым ғой, өткенде үйде жартылай финал соңына дейін жеткізбеген. Мамам айтқан финалға дейін жеткізбеген. Жүр, я кетейін. Мереке, мұның бәрі шын мәніне келсек. Әзіл, үріттіттің! Қалай екен? Алдаған. Енді бірде-бір болдық. Давай. Ақыл. Ау. Сыртқа бар сөйлеспедік па? Қыздар, онда бізде қайтайық. Сонымен сіздермен болған тек қана қыздар КВН командасы. Рахмет. Тек қана қыздар командасы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры Нүкетаева Динар Жүсіпәлі қызына алғыстарын айтады. Тағы бір сәлемдесуге кезек береміз. Жас келсе іске, Экспресс Ақтөбе. Ассалаумағалейкум. Бизнесі жақсы жүріп кеткендер мен бұрыннан осында тұратындар болып екіге бөлінетін астаналықтар. Сәлемдесу жас келсе іске. Біз бұл ойында өзімізді бір шағын мемлекетте елестетіп, мен өзім сол мемлекеттің алғаш президентімін деп жариялаймын. О, керемет, керемет. Жарайсың, сен премьер-министр боласың, ұста мынаны. Кешіресіз, сұрақ қойға бола ма? Қорықпа, қоя бер, мен бейбіт қорған емеспін. Осы сенің Горбачевқа ешқандай туыстығың жоқ па? Өзіңді алғаш президент қып жариялайтын. Жоқ, есесіне Сталинге бар. Алып кеттіңдер халық жауын. Жақсы, сен президент болсаң бола бер. Бірақ та Ресейдегідей екеуміз 4 жыл сайын ауысып отырайық, жарай ма? Бұл саған Ресей емес, қайдағы жоқ шығармай тұр орныңа. Олай болса, мемлекетімізге, яғни командамызға шағын заңдар қабылдайық. Бірінші заң, кім сценарийдің сөзін жаттамайды, сол Астанада болатын жоғары лига ойындарына бармайды. Мейлі ол илим болса да. Үшінші заң, маған жоқ деген сөз айтуға болмайды. Мен онымен келіспеймін. Өй жаннадар, орныңа тұр, жақсы сен айтқан болсын. Төртінші заң, мемлекетімізде ешқандай пайдалы қазбалар туралы заң болмайды. Себебі пайдалы қазбалар да болмайды. Қалай пайдалы қазбалар болмайды? Пайдалы қазбалардың бізге беретін пайдасы жоқ, сондықтан пайдалы қазбалар туралы заң болмайды. Және ең бастысы, мемлекетімізде ешқандай спортшылар болмайды. Бірақ та жақында олимпиада болады, спортшылар керек емес пе? Керек болса, Қытай мен Ресейдің қалдықтарын жинап алып бара саламыз. Заңдар барлығына түсінікті ғой. Мүмкін мемлекетімізге ту жасаймыз. Бірден айтам, мемлекетімізде ешқандай сенбілік болмайды. Онда әнұран бекітейік. Дұрыс, әнұран керек, бірақ бекіту міндетті емес. Заңдар түсінікті ғой бәріне. Олай болса, қарсыластарымызға қарсы тойтарысты бастайық. Жириновский, жібер аттың басын. Ендеше ақ тұрмыз, кетті! Алғашқы әзіл өте оқымысты екі жігіт саябақта. Сіз абай жолын оқып көргенсіз ба? Абай жол, мен сізге қалай түсіндірсем екен? Былай басталады абай жол, бала абай атпен кетеді, қасында ағалар болады. Бұл жерін оқымағансыз ба? Мен сізге қалай түсіндірем бар ғой? Ең қызық жері мындай. Абай түсінетке отырғызған кезде абай жылап, бүйтіп қиындық көргенше, әйел болып туған жақсы емес пе дегенде, анасы оған, "Ей, әйел болсаң бала босанбайсың ба? Ол одан да қиын ғой" дегенде абай жылауын тоқтатады. Бұл жерінде оқымағансыз ба? Мен сізге қалай түсіндірем бар ғой? Сіз Мұхалим Ақатаевты оқығансыз ба? Оны да оқымағансыз ба? Мұхалим Ақатаев. Мен оны сізге сөзбен жеткізе алмаймын. Оны оқу керек. Кешке агенттігіңізге жазып жіберемін. Мен логинімді жазып алыңызшы. Ау, құз, қанатым
қатты мойным бос. Исатайдан айырылып, жалғыздықпен болдым дос. Көл қорығы сен едің, сен де айырылдың көліңнен. Ел қорығы мен едім, мен де айырылдым елімнен. Сені көрден айырған хан жаңпырдың екпіні, мені елден айырған лашын құстың епкіні. Ау қызғыш құс, айтпай не керек, құсалықпен өтті ғой. Махамбеттің көп күні, нижний пробел F92. Жазып алдыңыз ғой, кешке міндетті түрде хабарласамыз сізге. Міндетті түрде хабарласамыз. Түркиялық қақпашыны бір гол жіберуге көндіріп отырған қазақстандық шабуылшы. Бір гол жіберсеңіз, бір-ақ гол ғой. Қош, білем ғой сендердің бір голдың артымен немен бітетінін. Қош, бір өмір бойы гол жібермеген адам ұқсап бір. Жіберген жоқ. Немістің жігіттерін естіді қанша гол жібергенді? Қош, ертең біздікілер біліп қалса ұят болмай ма? Ешкім етпеймін, арамызға қалып сүймін ғой. Қош, жібермеймін. Жібермейсің ба? Жібермеймін. Кеттім мен онда. Иісі құртасында ғой, жіберем. Саған сұрақ қойын, саған немістерден бірінші оқым салды. Швайнштайгер салды. Бірінші баспен, сосын через себя, сосын білген істеп кетті ғой. Айбек, не істедің? Шаруаны бітірдің бе? Көндірдім ақыры. Қош, онда мен де барам. Бармай қош, ешкім кетпеймін деп қойын. Не ол? Не ол қайдағы бір қақпашыға тіреліп, арамызда бір қақпаш жүрмей қалды? Бар. Не ғой, арнаны салдырттың ғой, біз дәуірлет салайық. Сендер әдімдей отырғансыздар, Өте әдебиетшіл полиция қызметкерлері. Бұнан қалай да болды ке? Пойызда купен қасынан өтіп бартсам, итім өріп тұр, бір нәрсені сезіп тұр. Купен ашып қарасам, уақыға толып тұр. Прапорщик жолдасын, ісіңді майыр қолдасын, званияң жуасын аға лейтенант болғасын. Звания маған бестейін, ісімдәрі не істейін? Ісің сенің күлгісер, одан әрмен жүргісер. Ақ киімді денелі автоматты, соқыр мұлқау танымас адамзатты, үсті басы қапқара, түсі суық, тепкен жері сындырып келіп қалуда жүргізет. Сен бұл іске араласпай қой, бара бер боссың. Қыппалап жолдас Паткалук мырза. Жас жанұядағы саяси ұрыс. Сен студенттер сияқтысың, диплом бар, бірақ әлі күнге дейін жұмысың жоқ. Ал сен кредит беретін бағын сияқтысың, адамды күту білмейсің. Ал сен Қазақстанның футболшылары сияқтысың, күшің тек бір таймға жүйде шаршап қаласың. Кінәнің бәрін өзінен көр. Сен қазақ фильмнің қазіргі кинолар сияқтысың, адамды қызықтыра білмейсің. Сен фонограммен айтып тұрған сияқтысың, не айтып тұрғанды өзің білмейсің. Осыны айтып тұрған мана сенің ақылың ана бюджетниктердің айлығы сияқты. Қысқа әрі өспейді. Сен қазақ тілі сияқтысың, туысқандар ішінде ешқандай абыройың жоқ. Маған әйел Қазақстанның әнұраны сияқты. Ауыстыра салу түк емес, мен сенен айырыламын. Сен мәдениет пен ақпарат министрлігі сияқтысың, біресе қосыласың, біресе айырыласың, біресе қосыласың, біресе айырыласың. Ой, сен бір нұр отқан сияқтысың, сені жеңу мүмкін емес, мен сенен кеттім. Қазақстан арнасы режиссерсі, әңгімені ортасын өтсайсың, тоқта берген. Достар, сөз соңында бүгін ширек финалдық сайыста 5 команда жарысып жатырмыз. Кімнің жарысты доғарып, кімнің жеңіске жететіні белгісіз. Шіркін, кей елдердің сайлауындағыдай болғанда ғой, жеңімпазды алдын ала біліп отыратын. Экспресс командасы Ақтөбе көлік және коммуникациялар колледжінің директоры Асқаров Жақсылық Рахымбекұлына алғыстарын айтады. Және соңғы сәлемдесу Авиценна Шымкент. Ұлы жеңістің 67 жылдығы құтты болсын. Победы, он был от нас далек, как в костре потухшем таял Сен нәзік жүрегімді өзің жылатқан. Батчан, осы әнді кім айтқан? Меніңше Элтон Джон айтқан. Шын ғашықтар қосылмайды бірақтан, арман әнім. Өтіп кеттік ау дейсің. Өтіп кеттік.
сезем, сезем. Бар өмірім алда, сен қасымда қалма. Оятар. Патша, болды. Болмағаның қалды. Артқа, жанға тығылған адамға түпай түкіріп қой. Рота солға. Патша, сен дұрыс емес бұрылып қойдың ғой. Мен мына жақта бір-екі жұмыстарым бар. Менде шаруаларым болмаса. Бітіріп алайын документтерді. Шаруаларың бітсе бұрылса енді. Бітірдім. Қуатжан, кері айнал. Қуатжан, сол өтіп айнал дедім, кешіріңіз. Сол өтпе, кері айнал. Так, рота, бой-боймен тұрамыз. Тез! Бір! Екі! Үш! Так, бүгінгі біздің қарсыластарымыз кім? Ақтөбе, Алматы, Семей, Астана. Құлақ. Сен не құлақсың ба не? Мен сұрақ қойсам жауап бере беретін? Мүмкін екеуміздің әскерде не істеп жүргеніміз бәрін әскердегілерге жайып жүрген шығарсың сен? Кешір, сүйіктім. Ренжіп қалмадың ба? Жоқ. Орныңа тұр, кейін сөйлесеміз. Так, сонымен, бүгінгі біздің қарсыластарымыз кім? Так, тоқ берген, бір қадам алға шықтың ба? Ай! Сен не маған жауап бермейтін болғасын ба? Тұр орныңа, тез, түзе! Дұрыстап тұрыңдар. Господин, пат. Полковник, подозреваю. Патшан, здравия желаю. Извините, қайталанбайды. Здоровья, 3 желанию. Құрметті Елеуген мырза, Авиценна КВН командасын сәлемдесін бастауға рұқсат етіңіз. Рұқсат, жігіттер. Рахмет, он жауымай қалдайын. Алғысым шексіз. Сәл бірдеңе жетпей қалған сияқты. Сол үшін ақ қояқ. Жігіттер, білсеңдер, осы кең байтақ жерімізді кезінде ата-бабаларымыз осы жер комитетінде жұмыс жасайтындар осы халқымызға қайтып сатсын. Жігіттер ақша істесін, тиын істеп қалсын деп осындай жерімізді білектің күшімен, калаштың ұшымен қорғап қалған. Әңгіме жоқ. Қуатжан, енді тағы да бір осындай жұп болсын деп бір бейма, ән бе, бір керек емес. Бағдат, сен мен білесің ғой, тұрған жерінен анекдот шығар жеретін. Қойш, қазір шығып тұрма не? Шықты осы жерде. Қойш, тыңдайық ендеше. Бір баяғыда Петка мен Чапайып ақтардан қашып келатқан ғой. Ескі анекдот емес. Ақтардан қашып келатқан. Сөйтіп ақтар жақындап қалды дейді. Бір кезде Чапайып пен Петка қайға тығыларын білмей, Петка суға секіріп кеткен ғой. Содан сөйтіп Чапайып тура судың қасында қамыстың арасына тығылып қалған. Сөйтіп ақтар келген. Ақтар келіп, сөйтсе Чапайып қамыстың арасында тұрып Петкаға, суда десе, Петка мынау мен ақтарға стап беріп атыма деп басын шығарып, Чапайып қамыстың арасында деп айтады. Қуатжан, әңгіме жоқ. Мынау менің бірінші класстағы ең сүйікті анекдотым ғой. Қазір шығардым ғой соны.
Қуатжан, тағы да бір жүк болсын, тағы бір анекдот па бірдеңе. Бағдат, тақ болсын, ән. Ән? Ширек финал бүгін Астанада, 5 команда құрайды ойынның жоғын. Авицина Шымкент алдарыңда, соңында қатты қолдарыңда. Жігіттер болады әртүрлі, сүйкімді әдемі бір түрлі. Бірақ та қыздардың ойынша, сүйкімді әдемі. Қуатжан, керемет екен. Бастайықшы. Ал енді құрметті астаналықтар, Шымкенттің символдарын қарсы ал! Қазақтың қыздары жасына лайықты әртүрлі тұрмысқа шығады екен. 20 жасар қыз. Маған біріншіден жігітім сұлу болу керек. Екіншіден машинасы болу керек. Жұмыс орны болу керек. Ата-енемен тұрмауым керек. Одан кейін ауылда емес, қаланың дәл ортасында тұрмыз керек. 25 жасар қыз. Жұмысы болса, мені сыйласа, болды, ары қарай өз орнын тауып кетеді. Ал енді 35 жасар қыз. Алло, Селия, қалайсың? Үйіңдегілер сені бір жігітпен таныстырам деп еді, таныстырды ма? Мен саған негіз бір айтар ақылым, Селия, негіз байлығына, сұлулығына қарамақ қой, адамгершілік болса болды ғой. Құрметті астаналықтар, біз ойынның соңын осы өзіміздің Астанадағы өзіміздің ең жақсы көретін адамымыз, яғни Тет Светлананың көршісі Тет Ларисаның сөзімен аяқтағымыз келіп отыр. Түнгі 2-дегі бізге айтқан сөзімен. Ребята, не шумите! Сейчас милицию вызову! Астанада ширек финал ойын, Жайдарман тойласын тойын. Ақтау, Семей, Алматы, Астана, Авицина, Мадейн, Шымкент. Ақтауға бармайым, Алматыға да бармайым, Ама Englishman in Шымкент. Семейге бармайым, Алматыға да бармайым, Авицина, Мадейн, Шымкент. Авицина командасы Авицина медициналық колледжінің директоры Сүбәлиев Ахмет Бералыұлына алғыстарын айтады. Сәлемдесу аяқталды. Келесі сайысымыз жамбату, командалар ортаға. Сәлемдесу Жоғарбал Бюспай, Барыстар Ақтау. 5-5-5-4-5. Медунивер Семей. 4-4-5-4-3. Авицина Шымкент. 5-4-5-4-4. Тек қана қыздар Алматы. 4-4-4-4-3. Экспресс Ақтөбе. Бағыл Бюспай. Сәлемдесу бойынша ұпай сандары. Барыстар Ақтау 4,8. Медунивер Семей 4 ұпай. Авицина Шымкент 4,4. Тек қана қыздар Алматы 3,8. Және экспресс 5 ұпай. Жамбату, құрметті қазір алқасы, көңілдеріңізден шықпаған команданың реттік нөмірін көрсетесіздер. Олай болса, бірінші боп, екі әзір, тек қана қыздар. Барлығымыз білеміз, бұрында батырлар жауға жауып келген соң, бір апталап, екі апталап, кейде бір айлап ұйықтайтын болған. Шынайтып міндетсінбей ақ қойса болады ғой. Екінші. Жетісайда мақта теруден жалыққан бір қыз Қарағандыға барып көмір қасқан ба деп жүрген. Экспресс. 9 мамыр жеңіс күні мерекесін тек қана Совет үкіметі тұрғындар ғана емес, тарихты дұрыс оқымаған немістер де тойлайды екен.
Екінші. Болашақ бағдарламасымен шетелде оқып, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылға жіберіп, тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй береміз деген жігітті кеше жол картасы бағдарламасы бойынша лақтырып кетіпті. Медунивер Семей. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дегенде естіген бір 85 жастағы атамыз әлі күнге дейін мамасын қасап жатады екен. Екінші. Астана қаласында жарықты 5 минутқа сөніп қалса, үнемделген энергия Семейге 1 жылға жетеді екен. Барыстар Ақтау. Айтыскер ақынмен жазбақын тіресіп қалыпты. Айтыскер ақын айтпай қалып жазбақын жазып жіберді. Екінші. Тойға барсаң бұрын бар, бұрын барсаң орын бар дегенде естіген бір атамыз 8-дегі тойға 3-те барып 7-те үйіне кетіп қалыпты. Авиценна, Шымкент. Шымкентте бір бұзық мөлтек ауданында тұратын бір әпкеміз тұрмысқа шыққан болатын. Сол кезде апалар барған жерде бағың ашылсын десе, артындағы тірлігі ашылып сотталып кетті. Енді сіздерде білмеймін, бізде 2005 жылдары бір сиырдың, яғни қызға қалың мал 150 мың теңге болатын. Яғни бір сиырдың құны. 2008 жылы 200 мың теңге болатын. Сиыр бұзауымен. 2012 жылы 250 мың теңге болатын. Сиыр бұзауымен және бұзауымен. Бұдан шыққан қорытынды. Құрмет жігіттер, сиыр алайық. Қай командамен қош айтсамыз? Реттік нөмірін көрсетейік. Семей. Рахмет. Екінші айналым тек қана қыздар. Енесіне сөз қайтарып қойған келінге енесі күнде, ай сенің осы тілің жайын депті, сенің бетің асып кеткеніне шыдай алмай кеткен келін, бетін ашқан жігіттерге звондап, бетіңді қалай аштың да солай жалындар деп айтады. Екінші. Статистика бойынша 2 жігіттің басына 14 қыз. Демек бір жігіттің басына 7 қыздан. Экспресс. Қытайда география сабағы Қазақстанның картасымен өте береді екен. Өз ісіне қатты берілген қазақ тілі пәнінің мұғалімі лифттегі жазулардың қателерін дұрыстап жүр екен. Ақтау, барыстар. Алыстан 6 жасар бала келсе 60-дағы шал ұйықтап жатыр. Кеше бір жылан жылы-жылы сөйлеп, бір қызды ініне кіргізіп алыпты. Авиценна. Ұлы сөздің ұят жоқ, қазақ айтады, жыламаған балаға емшек жоқ деп, мен қазіне осы жерде жыласам мені кім емізеді? Қай командамен қош айтсамыз? Тек қана қыздар. Рахмет. Үшінші айналым тағы 2 әзілден. Ақтөбе. Кеше бір атамыз ертөстік ертексін оқып алып, былай көріп, болмағасын ертектің ат ертек қойып жатып қалыпты. Екінші. Лондоннан алып келген әрбір алтын медальға $250 мың беріледі дегенде естіген соғыс ардагері медальді Берлиннен емес Лондоннан алу керек деп ісіне өкініп жүр екен. Ақтау. Германия футбол құрамасының жартылай қорғашысы Месут Өзилді барлығымыз білеміз. Сол Месут Өзилді мамасы «Өзелім менің» деп еркеледі екен. Жас кезінде талай қыздың жүрегін жаулаған бір шал қайтыс болыпты. Садақасында танымайтын кемпірлер толып жүр екен. Авиценна, Шымкент. Өздеріңіз білетіндей қара қарға 300 жыл өмір сүреді. 255-ке келіп қайтыс болған қарғаның ағасының айтқан сөзі бейшара жастай кетті. Ауылдағы апаларымыз ақшаны банкте емес, жүрегіне жақын жерде сақтаған жақсы көреді екен.
қош айтсамыз, әлде бір тағы көреміз бе? Бір әзілден. Бір әзілден. Астаналық алтын балықтар үйдің өзін 5 жыл кезекке тұрғаннан кейін барып береді екен. Ақтау. Исатай мен Махамбет жауға бірге шапқан, екеуінің бір әті болған. Шымкент. Жақында бір суырып салмалы ақын суырып алып салған жер таппай жүр екен. Екі мен төрт бір әзілден. Өз уәзіріне сенбейтін хан бар сырын бірден жауларын айтады екен. Ақтау. Ел құлағы елу, шамасы сол жерде 25 адам болған ау деймін. Қайсысы? Көтерейік. 2 мен 4 қайсысы? Барыстан Ақтау. Финал. Түрік сериалына түсетін әртістер үйінде жасырын камера бар екен, әлі күнге дейін білмей жүр екен. Еңбекке баулу пәнінің мұғалімінің баласы әлі күнге дейін өзін шын атын естіп көрмепті. Гриль шығаратын зауыттың бастығының үйін кеше тауықтар жиналып өртеп жіберіпті. Авиценна. Кунг-фу панда мультфильмінің түсірген режиссер Марат Достаевты көріп мультфильмді қайтадан басынан түсіреміз деп айтады. Екінші. Кішкентай кезінен көп өсек айтатын балдар өскен кезде телеарнада тілші болып жұмыс істейді екен. Сонымен жеңімпаз қай команда? Жеңімпаз Авиценна Шымкент. Сонымен жамбату сайысы бойынша ұпай сандары Медунивер Семей 0,6, тек қана қыздар 0,7, Барыстар Ақтау 0,8, Экспресс 0,9 және Авиценна Шымкент толық 1 ұпай. Қымбатты достар, енді 3-ші сайысқа кезек береміз. Көрініс деп аталады. Ерекшелігі бұл сайыста сахнада тек қана 3 адам ғана ойнау керек. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті тек қана қыздар, Алматы. Құрметті көрермендер, осы көпшілік айтады екен, өсекті ең көп айтатын олар қыздар деп. Жоқ, олай емес. Өсекті көп айтатын олар жігіттер. Негізі өсекті көп айтатын қыздар болғандықтан, мүмкін жігіттер де соларға еліктеп өсекті көп айтатын шығар. Негізі өсек деген ол қыздарды... Кім, сіңілім? Сен ойыңды сән бір жерге жинасай. Бастайықта. Онда тамашалаймыз жатақханада болған жағдай. Не болды? Қатты ояндың ғой. Табиғи түріңге ренжулісің ба? Жұрттардың табиғаты сияқты бізде проблема жоқ. Жұрттардың деген сөз тікелей мереке деген сөзбен жанасатындықтан ұрысқа жақын мереке аттың басын жануға бұрады. Біріншіден мен екіншіден сендер сияқты ешқашан жігітке боянып шықпаған. Үшіншіден ана сенің сапасыз опа талабыңмен менің бетімде ешқашан реакция жүрмеген. Төртіншіден сен маған сөйледің. Бесіншіден Мереке қош, мен сен туралы әңгіме айтқан жоқ. Сен уақытың бар ма еді өзі? Бар, айта бер. Алтыншыдан мынау жаңа саған не деді? Жетіншіден жоқ, мереке, мен кеттім, уақытым жоқ. Несі 10-ға дейін еді ғой. Сегізіншіден көмей. Сегізіншіден сен өткеннен мына майқын білесің ба? Мереке, өтініш қазір жігітім кеп тұреді, соған келге киімін жоқ, ойбай, сонымен кездескелейін берем дедің, е?
Берем дедің. Мереке, не болды сонша? Одан соң бір күн күттім, 2 күн күттім, 1 апта күттім. Үйіңе келіп қалыпсың, үйіңнен де күттім. Берген жоқсың. Я өзіңдікіне киіп жүрсің, түсінбеймін. Мына кейін кезде ойланып қалдым, осымай шынымен Гүлмиранікі ау деп. Арасында сұрап қоям. Мереке қойшы, арамызда не бір майка жүрмей қалды ма? Қайтарам, не болды сонша? Сен жүрмей қалған өзде ұстасын жүріп кетсе қалай болатын? Қойшы. Қыздар. Не болды? Мереке мен жігітім үйленейін деп отыр. Мен саған айттым, өткенде айттым, сол жігіт ұнамайды маған деп. Мына жап-жас қызға өрімдей қызға не істеген білесің ба? Не істеді? Барды да шашынан тертіп кетіп бара жатыр. Енді сол адамға жата ма енді сол жанса, я? Жүрме деген өзің неше жыл жүріпсің? 4 жыл, 4 жыл. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Жұрттың қыздар 4 жыл оқып диплом алады. Ал бұлар жігітпен жүреді. Кімге үйленейін деп жатыр? Маған. Не жылап отырсың онда? Қуаныштан. Көрдіңіздер ғой, я? Біз қуанышты жағдайда бір адам ұқсап қуанып ести алмаймыз. Енді ойлай беріңіздер, қайғылы жаңалықтарды қалай естиміз. Эмоцияларында қателік бар сенің, эмоцияларында түсіндің ба? Кешіріңіздер, қыздар сіздерде бөтен аяқ киім жоқ па? Қандай? Бөтен аяқ киімді қайдам? Біздегі аяқ киімдердің бәрін біз бөтенсінбейміз. Өзіміздікі сияқты. Жеке меншік. Ең арта тастан тауып алыр. Құрметті көрермендер, өмірде ащы мен тәтті қатар жүреді. Бүгінгі ойынымыз ащы бітпесін деп соңын тортпен бітірдік қой. Сіздермен болған тек қана қыздар, рахмет. Ортада экспресс Ақтөбе. Ақыл жастан, бірақ ақылдың керек болмайтын сәттерде болып тұрады. Тамашалаймыз жұмыстан шығып қалған 3 жігіттің арасындағы әңгіме. Қарандаш, тым жақсы полиция қызметкері болып жұмыс жасап жүрдім. Алды да шығарып жүрді. Кім болдың дейсің? Полиция. Мен осы түсінбеймін, неге мектеп кезінде көп таяқ жеген, жүре алмаған жігіттер өскенде супергерой болуды армандайды. Неліктен полицияға жұмысқа тұрып түсіне алмай қойдың осылар? Қызық бір түрлі. Онсыз да өзімді ыңғайсыз сезініп отырмын. Біреумен бір пайдаланып, лақтырып тастаған сияқты. Сонда сені пайдаланып спикке қарсы шығу болады дейсің ғой. Сен кім болып жұмыс жасадың? Хирург. Ақ халатты қызық жандар екенсіңдер ғой. Сен неге шығарып жібердің? Ой, айтпашы өзім. Гиппократқа ант беріп, главврачқа пара беріп, әрең дегенде жұмысқа кіріп едім ғой. Алды да шығарып жіберді. Енді бостан бос шығармайды ғой, не болды айтшы? Ой, бір күні наркозсыз операция қалай болады екен деп көріп едім ғой. Қалай болады екен? Жаман болады екен. Науқаста қызық біреу адам сойып жатқандай бақырып больницаның басына көтеріп. Сосын алдым да түн ішінде ішін тікпей больницадан шығарып жібердім. Сөйтіп, мен жұмыстан шығарып жібердім. Осы сендердің жазуларыңа да өздеріңе де түсіне алмай қойды. Бір түрлі түсіндіңдер. Өзіңнің мамандығың не? Темір жолшы. Сен неге шығарып жібердің? Мен шығарған жоқ, мен әлі кіре алмай жүрмін. Сонда қалай, дипломың жоқ па? Диплом бар, есесіне мәке, бәке, сәке деген ағаларым жоқ. Олар қазір СИК пен РНН сияқты, олар жұмысқа тұру мүмкін емес бар ғой. Қойындар жігіттер, енді не істейміз? Мүмкін мына жерден қараңызшы. Міне жарнамалар тұр жұмысқа қабылдау орталықтарында. Мінекей, саунаға администратор қажет, айлық күніне төленеді дейді. Соған қарағанда жуынатын адамдар көп ау шамасы, жуынатын адамдар көп. Міне, балабақшаға дауысы зор, ұзын бойлы денелі бұрын волейбол ойнаған қыздар қажет дейді. Наған болды шамасы. Не бір нәрсе болса қыздар? Бір нәрсе болса қыздар. Пәтер іздесең де қыздар аламыз дейді. Жұмысқа барсаң да қыздар аламыз дейді. Осы мен шаршап біттім бар ғой, Голландия қарай тай өргенім ау. Сабыр түрі сары алтын дейді, Илайлин ағамыз. Шыда шамал, ештеңе етпейді. Нан қара, саған керемет жұмыс табылып тұр. Бұрынғы полиция қызметкерлері қажет. Ұстасам оңдыртпай дейді, ұстасам оңдыртпай дейді. Қайда аттестациялау деген көбісі оңбай таяқ жейді ау шамасы. Айтпа, таяқ жейді бұлар бар ғой. Неге осы маған тиісе бересіңдер? Бір мұнайы бар мемлекет сияқты болдым ғой. Бірдеңе болса мен. Осының бәріне мен ба кінәлі? Бұрын сен жұмыс істеп жүргенде мен сенің кабинетінде осы сұрақты саған неше рет қойдым. Лейтенант ағай, осының бәріне мен ба кінәлі? Сен мен тыңдадың ба? Енді шыда, маған не дейсің? Сен қазір жұмыста емессің, шыдайсың. Біздің осылай міне жұмыссыз отқанымызға мына шенеуніктер кінәлі. Неге шенеуніктер кінәлай бересіңдер? Жақсы азық-түлікті қымбаттатты. Есесіне халқымыздың бәрі фигурный. Біле білсеңдер, Американың әрбір екінші азаматы семіздікпен ауырады.
Ал біздің елімізде ондай проблема жоқ. Отынды қымбаттатты. Есесіне халқымыз аязға төтеп беретін шымыр болды. Зейнетақыны 67 жастан беретін болды. Халқымыздың өмір сүруге құштарлығы артты. Не істеген ала бересіңдер олар? Түсінбеймін бар ғой. Айтыр ойларына деп қолдарынан келген барлығын жасап жатыр ғой. Неге кінәлай бересің? Олар бар ғой. Болды, болды. Дауды қойыңдар. Спортты қарасаңдар. Германиялық футболшылар Украиндар Тимошенконы босатпаса, Еврокубокқа қатыспаймыз деп қорқытып жатыр дейді. Біздің футболшылар да қатысып жатқан жоқ. Егер Украиндар Тимошенконы босатпаса, Германияның орнына біз қатысамыз деп қорқытып жатыр дейді. Мен қазір ақшаның бәрі сол футболшылар мен әншілерде ғой. Әншілерге қарап отырып та мындай бір қорытындыға келем. Қазір қырғызша өлеңді қазақшаға аударғанның бәрі әнші бар ғой. Сен неге әнші болмайсың? Мен түсінбеймін. Қой сол түн ішінде жүрген қазақша өлең айт. Гонорары білесің ба қанша екен? Қанша? Миллион. Бә, сен неге түнде ұйықтамай қырғызша өлеңдер көп айтасың екен? Мен мына телеарнадағы бағдарламаларды қарап отырып, мындай бір қорытынды шешімге келдім. Қазақстан телеарналарының басшылары мен Ресей телеарналарының басшылары бір сыныпта оқыған. Және де өздерінің шығарған шығармаларын әрдайым бір-біріне көшіруге үйрететін болған. Қараңдаршы бағдарламалар, шынында да солай ғой. Гонорар дейсің ба? Сонда мен әнші болсам, қандай қырғыздың әуенін қазақшаға аударым керек? Бүгін біз тарихи жаңалық істейміз. Ешқандай қырғызша әуенді аударудың қажеті жоқ. Біз бүгін қазақша әуенді қазақшаға аударып орындаймыз. Мінекей сөздері қарап оқып жаттап аларсың. Не бір өз күшімен жұмысқа тұруға келген студенттің резюмесін қараған басты құсап алдыңда бүктеп-бүктеп лақтырып тастадың. Bir қарасаң нең кететін дейді, Мен жаттап алдым. Жаттап алдың ба? Олай болса, Қазақстан ұлттық арнасының көмегімен бірден бейнебаян түсіріп тастайық. Қалай қарайсыңдар? Жақсы. Олай болса, құрметті достар, сіздердің алдарыңызда, сіздердің сүйікті әншілеріңіз. Айбек фамилияң қалай? Намазбаев. Айбек Намазбаев, қарсыламыз. Көруге көздер ашық, сезуге көңіл дояу, түнімен ұйқы қашып, қалғанда таңға таяу, ақырын есік ашық, төменге түстім баяу, түнімен қарным ашық, көскіге бардым жаяу. Самса, ол біздің істі самса. Бағасы қымбаттаған, еттері жұмбақ маған, ішіндегі мақтаған. Достар, біз бұл сайысымызда бізге берілген ақыл жастан тақырыбынан сәл-пәл ауытқып кеттік. Бірақ жас бола тұра, ақылды ой қозғап, тақырыпқа қайтадан қайтып келдік. Ақыл жастан деген осы. Ақыл жастан көрініс Авиценна Шымкент. Қайырлы кеш, құрметті спорт сүйер қауым. Алдымызда Құдай қаласа Лондон Олимпиадасы келе жатыр. Жорамал бойынша бізге ең көп медаль салатын спорт түрі ол ауыр атлетика. Осындай оңтүстік Қазақстан облысы Хлапком елді мекенінде жүрген жас ауыр атлетші Базарбаев Қуатжан бүгін бізде қонақта. Қуатжан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош қаратаға қош келдік. Түсінбедім. Ештеңке емес, бастай берейік. Бәрекелді, бізде уақытығыз, ендеше бірден сұрақтарға көшсек. Сізге қойылатын бірінші сұрақ. Сіз жалпы ауыр атлетика спортына қалай келдіңіз? Енді бұл мен өзім келем деген ойым болған жоқ негіз. Шынын айту керек қой. Келем деген ойым болған жоқ. Енді бізде ауылда 5 жыл болды. Қазір бизнестемін мен өзім. Ауылда да. Қандай бизнес? Бизнестемін енді анау аты темір ұрлау деген бизнес. Темір ұрлау? Немене білмей қалдым, темірді аласында ұрлап өткізесің. Айта беріңіз. Сөйт, темірді алдым, қолында 2 трактордың дискісі бар. 2 трактордың дискісін алағам. Аузында 400 килограмм рельс бар ғой, темір жол. Сондай қыстырып ағам тісіме. Сөйт, ал қашып келатырмын. Қарауылма дедім да, айқайлайды біреу, қатты айқайлайды.
сөйтіп қашып келе жатсам, ей, тоқта, қарауыл емеспін дейді. Сөйтіп күттім анан. Сөйтсем, ол ауылдағы ауыр атлетикадан жаттықтырушы Жұмабек көке екен да. Сол көкем сөйтіп, балам деді, сен бүйтіп ұрлай берме деді. Әр нәрсені бір ұрлап, білем, ақша жоқ, ақша тауып атсың сен деді. Ақшаны әшейін осы темірді бір жоғарға көтеріп, тастай салып та ақша тауып алады деді. Ойланып қалдым сөйтіп. Ойланып отырмын да, қалай болады ол деймін. Короче, үлкен жерлерге шығасын, қолыңа медал береді, одан үлкен жерге машина мінеді, астыңа андаймын деді. Сөйтіп кіріп кеттім. Ең алғашқы жеңген жеңісіңіз есіңізде ма? Және де қандай сыйлық жеңіп алдыңыз? Енді әрине, бірінші жеңісің ыстық болады өзіңе. Ыстық бола ма? Ыстық болады ғой. Сөйт, мынандай болды. Ауылда, енді мен темір көтердім, темір ұрлап қалғам, ауыр темір көтеріп қалғам, маған сеніп барғантын ғой, тренер. Сөйт, бардық, сөйтсек, аудан аралық, өңшең темір ұрлайтын бәлелер келген. Менен де ауырларды бір тоннан көтеріп кете беретіндер келген өңшең. Сөйтіп келді. Сөйтіп, сол жерде бірінші жеңісім болды, одан кейін сол жердегі сыйлық жақсы болды, ұнады өзіме. Қандай сыйлық? Енді ол сыйлық DVD. Дұрыс. Не дегенмен ең алғашқы кішкентай болса да мықты сыйлық. Ал енді соңғы алған сыйлығыңыз есіңізде ма? Соңғы алған жеңіп. Әрине есімде. Кеше ғана алдым ғой. Кеше ғана алсаңыз мүмкін үлкен. Кеше ғана алдым. Енді ол облыстық қой енді. Ол жерде үлкен сыйлық болды енді. Енді үлкен сыйлық болса бір автокөлік сондай шығар. Жоқ, Енді? DVD. Пульті бар қасында. Одан кейін бір дискет берген, барлық Ван Дамның кинолары. Үйдегілер ырза болды. Өзімде рахат екен ескі киноларды көрсеңші. Бәрекелді. Сізге қойылатын тағы да бір сұрақ. Мынау ауыр атлетика спортында мықты жұлдыздардан қандай спортшыға еліктейсіз? Енді мен өзімнің сүйікті спортшым Илья Ильин. Илья Ильин, бәрекелді. Ол біздің әлемнің 3 дүркін чемпионы. Илья Ильин сол Бейжің олимпиадасына барған кезде, мынау жалпы Қазақстан халқы үмітін, сенімін, мақсатын арқалап жіберген болатын. Ал сол кезде Илья Ильиннің жеңісі сіздің көз алдыңызда ма? Енді әрине көз алдында болады. Мен көрдім оны. Мен Илья Ильиннің сөзімен сөйлейін қазір мен. Илья Ильин болайын. Ше? Илья Ильин бола берейін ба? Я 226 килограмм. Я поднял, вот так поднял, и так делал. Вот так делал, и поднял, и весь народ мне, үміт, сенім, Макс. Макс? Үміт, сенім, мақсат артты да я. Мақсат, все повесили меня. И это 226 килограмм есть еще. И я так, нагрузка был меня, а я загрузка был. И ты знаешь, мой правая нога травма был. Қол, рука ғой. Дұрыс қой, қазақшасы қол ғой, нога. Правая нога травма был. И тренер, болит, тренер сказал, я болит, сказал, и он 3 раза плюнь штангу, и рука сделал, и он шук делал, и все нормально было. Жалпы, сізге Илья Ильин несімен ұнайды? Жалпы, қай жері ұнайды? Шашының сәнділігісі ұнайды ма? Шашының сәнділігісі? Ал сіз білесіз ба, Илья Ильин шашына қандай гель жағады? Фастум гель. Фастум гель? Ол деген жарақатқа жағатын гель ғой. Дұрыс қой, ол әрдайым жаттығып атады. Ауыр темірлерді көтереді да, сөйтіп бел ауырып қалады ғой. Сөйтіп беліне жағады, бите салады ғой. Бәрекелді. Мынау, барлығымыз білеміз, көптеген спортшылар бір кез келген бір белесті бағындырғаннан кейін саясатқа кетіп қалып жатады. Ал сіздің алға қойған жоспарыңыз қандай? Сізде саясатқа кетем деген ойыңыз бар ма? Енді мен, ойым бар, бірақ мен әкім боламаймын ғой. Боксер емеспін да.
әкім бола алмаймын. Бірақ енді Құдай қаласа депутат боламын ба деп отырмын. Депутат? Иә. Ол сіздің қолыңыздан келеді деп ойлайсыз ба? Енді мен бүкіл халықтың үмітін, сенімін, мақсатын артып алып жүрген адам қалай қолымнан келмейді? Жасыңыз кішкене жастау деп ойламайсыз ба? Жастау? Жастау несі? Бүгін тақырыптың өзі ақыл жастан ғой. Мен кеттім, асықсын, бір-екі тірліктерім бар. Қайға кетіп бара жатсыз? Қоштасып. Ауылда бір жарыс бар еді. Бүгін, қазір, басталады уже. Сіз сонда жеңіске тоймайсыз ба? Жоқ, мен DVD-ге тоймаймын. Бәрекелді, әрдайым жеңісті күндерде жолға. Сіздермен болған Авицина. Көрініс ортада Медунивер Семей. Жас болғандықтан барлығымыз отырыста көп болдық. Ал біздің көрінісіміздің ерекшелігі отырыстың зал бөлмесін емес, ұйықтау бөлмесін емес, сол кіре берістегі жағдайларды көрсетеміз. Сырмес. Балалардың бәрі ар жақта кеттік па? Кеттік. Привет, Гүлай. Сәлем. Аяқ кім шешейік? Сен естідің ба? Қыздардың бәрі билеп жатыр. Сен ананы алып келдің ба? Неменені? Ананы. Неменені? Шұлықты айтам. Жоқ, әкелген жоқпын. Әкелген жоқсың ба не? Мен алып келдім ғой. Мен ауыстырып алам қазір. Мен шұлығым табан жыртық, мен не істеймін? Сен оны бұрынғыдай үстіне қаратып киіп алсашы. Жер ар жақта қаратып киіп алайын. Кеттік. Сәлем, Гүлайым. Сәлем. Отырыс қалай болып отыр? Жақсы. Айтпақшы, қанат осында ма? Осында. Жанат ше? Осында. Ой, оның үшін мен қайттым. Неге? Ұят емес пе екеуі бір-бірін таниды? Гүлай. Ау. Сағыз берші. Сағыз берші. Мә? Мөлдір! Гүлай, немесе отырсың? Агентте отырым. Билік бөлімінде неге отырмайсың? Онда естілмейді. Қойшы жүрші ана жаққа қыздар етіп. Қойшы де немесе бар. Қалшы енді, қайтпайым деді. Қалшы енді Қалмайым мен, қалмайым. Есікті ашшы болды. Ашпайым есікті. Аш есікті деді. Ашпайым есікті. Аш есікті. Ашпайым есікті. Есікті қайтар. Есікті. Не болды, Жаслан? Не болды саған бір қыз үшін ренжіп? Бұл үйді бір жігітке 7 қыз келеді, білесің ба? Қайдан білем енді есікті? Содан кейін. Тақылдатып отыр. Ау. Кім? Көз. Есташайық. Лейтенант Сматов, неге шылып отырсыздар? Төмен қабатқа бәрі естіліп жатыр ғой. Біз бірінші қабат тұрамыз ғой. Жоғары қабатқа естіліп жатыр, жоғарыға. Көрдіңіздер ма? Қарапайым халықтың сөзі жоғарғы естілу үшін әуенмен айту керек екен, иә? Өй, жоғарыға болғанда екінші қабатқа естіліп жатыр деймін. Неме, өлеңді ауыстыра бересіңдер? Біз аға семейденбіз ғой, біз ауыстыра береміз ғой бәрін. Жетеді ауыстырғандарын. Францияда киім еске түскете береді. Баласа, не? Наны мен алмаш? Қазір алып келемін. Не істейміз? Кеттік, Жаслан. Ар жақта қыздардың барлығы билеп жатыр. Қойшы, екінші дастарханға қазы қойып жатыр. Көпір қалайық. Кетті. Мен естеймін жұмыстар ғой. Алло, Марат. Сен оңбағансың, білесің бе? Сен оңбағансың. Мен шақырып алдым да өзің кимейсің. Марат, қойшы болды. Марат, қойшы. Марат, сен массың. Марат, сен массың. Қарындас, сынара бос па екен? Иә, бос отыр. Үй, құршы! Жақсы болды отырыс, иә? Жарайды, қыздар. Сау болыңдар. Ал.
сәлем ұлдар. Сәлем. Қолдарың қалай? Жақсы, жақсы. Не жеке куәліктер? Аха. Мен бөлмелерді тексер келейін. Иә, тексеркеңіздер. Жігіттер, кеттік. Өздеріңіз байқағандай біздің көрініс аяқталмады. Бірақ Қазақстанда аяқталмаған нәрселер өте көп. Біздің көріністі көре қалмасаңыздар ше. Рахмет, және соңғы көрініс сайысы ортада Барыстар Ақтау. Театр мақтағыз қойылымы. Бір қызығы әртістері сценарий жағынан да, киім үлгісі жағынан да дайын емес. Ертеде мақтағыз болыпты. Бір күні мақтағыз үй сыпырып жүріп. Үй сыпырып жүріп. Сыпыр, мақтағыз. Үй сыпырасың сен, үй сыпырып жүріп. Кім, мен ба? Сен. Кәтатыр. Үй сыпырып жүріп, мейіз тауып алады. Мейіздің қайда? Мейіз тауып аласың сен, мақтағыз. Кім, мен ба? Иә. Үй сыпырып тастадың ғой жаңа. Сен мейіз табуың керек, тап мейізді. Таптым. Мейіз тауып алып, мысықты шақырады. Кес. Мақтағыз. Олай емес, кәдімгідей мысығым деп шақырасың. Мысық. Не болды, қырынып атыр едік, не болды? Не? Мысық, сен шықпайсың бұл жерде, сен кет. Шықпайсың сен. Не қылдайық бұлар? Осы кезде мысық келмейді. Сосын мақтағыз мейізді өзі жеп қояды. Не? Сәлем мақтағыз, қалайсың? Шыққан, кетші! Кетші, соңына шығасың. Осы кезде мақтағыз мейізді жеп қояды. Не алды өтсің? Мұнан мен жерден тауып алдым ғой жаңа. Жейсің, жеуің керек мейізді. Осы кезде мысық ұйқыдан оянып келеді. Не өтті жап-жаңа қырынып жүредің ғой? Қалай, бәке, үйіштер аман қалай, амансыздар, денсау қалай? Мысық, сен не үшін шақырғанын сұрайсың? Сен не үшін шақырдың мен? Білмеймін, шақыр деді қонақ. Айтпақшы, мана да, үй сыпырып жүрін, мейіз тауып алдым ғой. Сосын жеп қойдың. Ас болсын? Ас дейтінде ас емес, мінемен десет. Несі ас болады? Осы кезде мысық мақтағызға ренжиді. Маған мейізді бермей, маған мейізді бермейді. Мысық, қойшы, мейізді бермей. Қойшы, мына білсіп, екеуміз бөлісіп Қойшы. Осы кезде мысық мақтағыздың қатығын төгеді. Қатық қайда? Тоңастық шешіне. Рахат қатығын төктісін, рахат көзіме рахат. Қатығын төктісін. Осы кезде мақтағыз мысыққа ренжиді. Сен мен қатығым төктісін. Мақтағыз ренжімеш. Мақтағыз сосын мысықтың құйрығын жұлып алады. Ол емес, ол мысық, мысықты құйрығын жұласын. Мысық па? Мысық. Мысықтың ба? Рахат чертикпен жүретін болдым. Осы кезде мысық мақтағыздан құйрығын сұрайды. Құйрығын берші. Не деуді сен? Көргенсіз, ұятсыз, тапа-тал түсте құйрық сұраған несін ау? Мақтағыз көргенсіз деп маған айтпа, мына ертегіні ойлап тапқан адам байды. Маған не қылдыр отырсың? Мақтағыз мысыққа сүтімді қайтар, мен сенің сосын құйрығымды берем дейді. Мысық, сен менің сүтімді қайтар, сосын мен саған құйрығымды берем. Әйтпесе бермеймін саған құйрығымды. Осы кезде мысық сиырға барады. Кімге барады? Сиырға. Сиыр шықшайшы енді. Чүп. Сен сиырдан сүт сұрайсың.
Ассалаумағалейкум сәке. Ей, сен сөйлейтін сиырсың, сөйлейтін. Уалейкум қойсын. Сәке, сүт бар ма? Менде сүт жоқ, Мәриш апада бар, Мәриш апаны сұрашы. Мәриш апа, сән бір сүт бар ма? Ей, қаяқтың Мәриш апасы, қаяқтың Мәриш апасы. Сен надан сүт сұрайсың, сен одан жапырақ сұрайсың. Жапырақ сұрамаймын мен, тойып тұрмын. Тойып алған жапыраққа су сұраймын, су. Қандай, газ ба, газсыз ба? Газсыз. Мұздай. Тиынын бер, әкеліп берем. Ей, тоқташ. Сен қарның аш емес па? Аш емес. Сен су ішкің келіп тұр. Су ішкім келіп шөлдеп тұрмын. Онда басқа сен талға бармайсың. Бірден көшеде екі қызға барасың, бірден сөйтейік қызға. Сөйтейік па? Кет, қызға барасың. Айгөля, қалайсың жанара? Не істеп тұрсың? Су тасысын ба не? Иә, сосын жеміс шаппын. Қойшы деген тұрсың. Не істепсің? Тым, су тасып сұлын. Капитан Сүйірбас Мұхтар. Қыздар, шемішкенеге шағамыз қоғамдық жерде шемішкі шағуға болмай. Полиция! Шыға алмай қалды да. Полиция қызметкері ертегіде болмай кетшісін. Ертек пердегінде шармам жоқ. Қыздар, заң бәрімізге бірдей. Жүріңіздер бөлімшеге. Қайда? Бөлімшеге жүр. Бармаймыз біздер. Барасың бөлімшеге. Бармаймыз. Бөлімшеге барасың. Қайда? Бөлімшеге. Бармаймыз біздер. Қайда? Қайда? Бөлімшеге. Бармаймыз біздер. Неге бармайсың? Қош. Қайда дейсіз? Бөлімшеге. Әй, тоқтатыңдаршы, әй, кеттіңдерші бәрі. Әй, сендіңіз кетші бар. Сен деген мақтаңыз. Біресе мақтаңыз дейік, біресе судан. Ей, сценарийді бұл. Әй, сен де кетші бар сценарийсін ше. Бірдей болса мақтағы жаман деп. Мені келіп жаман деп өресіздер келіп ал. Мен мақтағы жаман деп. Ертегінің ішіне жамандырап қойдыңдар. Оны келіп үлкен ертегі қылып, оны кітапқа жазып, оны. Менің атым мақтағыз емес, менің атым Латипа. Кезінде әкем мақташы болған, содан кейін мақтаның қыз деп атап кеткен мені. Қойдыңдар же. Бірдей болса мақтағы жаман деп. Құрметті ата-әжелер, бұдан да басқа ертегі ойлап тауыңдаршы. Бұл мақтағыз ертегі ма? Ана іші толып тұрған коррупция, жемқорлық, анадан алып мынаға береді, мынадан алып анаға береді. Мақтағыз, мен сені жейін. Кетші бар қасқыр. Бауырсақ ертегісінде қасқыр не ұшырған ішінен. Бауырсақ ертегісінде ертегі емес. Анаяқтан қашып кетеді, анадан қашып кетеді. Бұны тыңдап өскен жастар қашпай қайда барады ертегі анаяққа. Ертегінің төресі ол ертөстік. Кезінде бір үйде 8 бала болған. Вот демография. Қымбат достар, бұмен біздің не айтқымыз келді? Ертөстік халық ертегісі. Қымбат достар, бұмен не айтқымыз келді? Қоқыстан көрінген нәрсені алып жемеңіздер, әйтпесе осындай бір түсініксіз күйге түсесіздер. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Командалар ортаға. Жоғары бал 4 ұпай. Барыстар Ақтау. Барлығы 4 ұпай. Медунивер Семей. 4, 3. Авиценна Шымкент. 4, 3. Тек қана қыздар Алматы. 3, 4, 2. Экспресс Ақтөбе. 4, 3. Бүгінгі сайыс туралы Елжанов Рүстем.
Кешар достар, ең алдымен командаларға бір қол соқ қойсаңыздар, иықтарынан бір жүк түскенде болып жатыр. Командалар, дегенменде бұл әзіл шығару, ол шығарған әзілді сахнаға шығып, осындай көрерменге жеткізу одан қала берді. Осындай әділ қазылардың сынына түсіп, осындай қазылар алқасына ұнай түсудің өзі бір үлкен қиындық. Сондықтан да сіздердің шапалақтарыңыз жиі сұрап тұрамыз. Рахмет, ойын тамаша өтті. Ең бастысы демеушілеріңіз көп болсын. Демеушілер көп болсын осындай командалардың. Айбек Қалиев. Ассалаумағалейкум, қадірменді қауым. Бүгінгі ойын өз дәрежесінде өтті деп ойлаймын. Маған өзіме ұнаған екі команда. Барыстар өзінің тәжірибесін көрсетті. Одан кейін осы залда мен бірде-бірде экспресстің жанкүйеріне айналып бара жатқанын мойындадым. Рахмет сіздерге. Мәдима Атбек. Армысыздар ағай. Бүгін енді тет Светлана, тет Лариса дұрыс бәрі. Бірақ осы сәл орысша жағын сәл азайту керек шығар. Қуатжан. Бірақ осы жерде мен айтайын дегенім, мынау Барыстар командасы орыстың ертегісін, орыстың сөзін, орыстың тілін қолданбай-ақ, қазақтың тілімен, жалпақ тілімен әдемі жеткізді. Менің ұғымдағы осы қазақ еліндегі КВН-шілердің ойының мынау шегіне жетіп тұрған ең ұстамды, ең ұтымды команда ол Барыстар. Қалқаман Сарин. Жалпы мағанда КВН ұнады, әсіресе. Қалқаман, біз жайдарман болып кеттік қазір. Жайдарман, иә. Мен былтырма 1,5 жыл бұрын бір отырып едім. 1,5 жыл отырдым деген қорқынышты екен. Осы жерде отырдым, иә. Жалпы соңғы сайысқа дейін командалар деңгейлес болды, бірақ жаңа Батыс Ақтау таң қалдырды. Қалған командаларға табыс тілеймін, рахмет. Марат Достаев. Армысыздар, құрметті достар. Экспресстің сәлемдесу өте керемет болды. Сосын жаңа мәке айтыңыз ғой сіз енді тет Светлана, тет Лариса дегенді қойық деп. Қуатжан, келесі жол бір дядь Ваняң ба әңгімесінен ақ кел енді. Жақсы, бірақ Есін аға мен бүгін қосылмаймын деп ойлаймын, әсіресе Медунивердің. Білмеймін, маған қатыс бар ма, жоқ па, Марат оңбағансың сен деп біраз көріністе айтты. Оңбаған болмай-ақ қойық, сол Авиценнаның пандасы болып жүре берейік. Көкпай рахмет. Көрініс сайысы бойынша ортақ ұпай сандары. Барыстар 4 ұпай, Медунивер 3,4, Авиценна 3,2, тек қана қыздар 2,8 және Экспресс 3,6. Бүгінгі сайыстан, яғни 5 команданың үшеуі тікелей жартылай финалға жолдамалады. Сонымен соңғы ұпай сандары және қорытынды. 7,3. Бүгінгі сайыста өнегелі өнер көрсеткен үшін тек қана қыздар Алматы. Сегіз ұпай Медунивер Семей. Ал енді жартылай финалда көретін командалар. 8,6 Авиценна Шымкент. 9,5 Экспресс Ақтөбе. Және 9,6 Барыстар Ақтау. Қымбаттастар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдарлы ойындарында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.